Сәлеметсіздер ме ұстаздар? Бұл видеода сабағыңызды қызықты өткізудің 10 жолын көрсетемін. Бұл әдістерді ашық сабаққа пайдалануға да өте тиімді. Бірінші әдіс шындық па әлде жалған ба? Оқушыларға белгілі бір мәлімет беріледі. Бұл мәліметке оқушылар шындық немесе жалған деп қана жауап берулері керек. Бұл әдісті сабақтың кез келген кезеңінде қолдануға болады. Әсіресе сабақты қорытындылауда қолдануға өте тиімді әдіс. Мұны анимациялық слайдтар арқылы көрсеткен оқушыларға қызықтырақ болады. Сұрақты ұстап ал. Мұғалім сұрақ қойған кезде фасоль салынған қапшықты лақтырады. Бұл сұрау үдерісіне кинетикалық сипат береді және оқушыларды өз еркімен жауап беру үшін ниет білдіруге итермелейді. Сіз оқушыларға жауапты білмеген жағдайда сұрақты басқа оқушыға лақтыруына мүмкіндік бересіз. Сонымен қатар, бұл тапсырманы командамен шешуге де болады. Мұғалім кезек-кезекпен фасольді қапшықты әр командаға лақтырады. Егер де қапшықты қағып алған адам сұраққа жауап берсе, онда команда 3 балл алады. Егер де ол жауабын білмесе, қапшықты басқа командаға 2 баллға лақтырады. Егер де қапшықты тағы да кері лақтырылатын болса, онда дұрыс жауаптың құны 1 баллға дейін төмендейді. Конверт сұрақ. 2 сұрақ жазып конвертке салыңыз. Әрбір оқушыда өзінікі болатындай етіп бірнеше конверт дайындаңыз. Әрқайсысына 2 минут беріңіз. Оқушы стикерде атын және жауабын жазады. 2 минут өткен соң конверт келесі оқушыға беріледі. Осылай бұл 2 сұраққа барлығы жауап бергенше жүре береді. Стикерлерді жинап, бірнеше жауапты дұрыс дауыстап оқыңыз. Сынып белгілі бір сұрақтың қаншалықты дұрыс болғанын талқылайды. 9 ромб әдісі. Қатысушыларға айтарлықтай маңыздысын анықтап талқылау үшін тізім беріледі. Тізімнің әрбір тармағын үлкен ромбылы торға орналастыру қажет. Маңызды тармақтарды әдетте ромбының жоғарғы жағына, ал оншалықты маңызды еместерін төменгі бөлігіне орналастырады. Әр қатарда орналасқан тармақтардың маңызы бірдей. Кейбір топтар ең маңызды карточкаларын орталықта орналастыра алады. 2 нұсқасы сәйкес келеді, себебі тапсырманың маңызды элементі топтағы талқылау үдерісі бойынша болып табылады. Әліпби желісі әдісі. Бұл әдісте алдын ала әр топқа белгілі бір сөздер дайындап қоясыз. Және сол сөздердің әріптерін жеке-жеке параққа жазып қою керек. Әріптер жазылған қағаздар топ қатысушыларына таратылып беріледі. Мұғалім алдын ала дайындалған сөздердің бірін айтқан кезде топ қатысушылары сол сөзді сап түзеу арқылы құрастыру керек. Құрастыруға 5 секунд уақыт беріледі. Құпия зат әдісі. Бұл әдіс бойынша тақтаға белгілі бір заттың суреті ілінеді. Оқушылар осы затқа қарап 5 сұрақ құрастыру керек. Бірақ сұрақта бұл не деген сұрақ болмауы керек. Серпілген сауал. Тақырыптың түсіну деңгейін арттыруға және талқылауға дағдыларын дамытуға қол жеткізу үшін сыныптағы оқушылардың арасында сұрақтар лақтырыңыз. Мысалы, Аружан Әселдің жауабы туралы сен не ойлайсың? Әсел Жандостың жауабын барынша кеңейту үшін оны қалай дамытуға болады? Гүлнұр естігеннің барлығын бір жауапқа қалай біріктіруге болады? Қораптағы сөз. Бүгінгі сабақтың негізгі сөздерін түсіндіру үшін сізде 1 минут бар. Бұл негізгі сөздер қорапқа салынады және әр оқушы бір сөзден алады. Қораптан алған сөздің өзін атамай оқушы түсіндіріп беруі керек. Сөзді тапқан бірінші адам қораптағы келесі сөзді таңдайды және қалғандарына түсіндіреді. Артығы қайсы әдісі. Оқушыға мына берілген сөздерден, сөйлемдерден немесе суреттен артығы қайсы екенін табуы керек. Артығын тапты, неге ол артық екеніне жауап береді. Тақырыптық теннис. 3 адамнан топқа бөлу керек. 2 ойыншы және судья. Тақырыпты айтқан соң, қатысушылар кезекпен берілген тақырыпқа қатысты бар сөздерді айта бастайды. Біреуі тоқтағанға дейін жалғастырады. Топтың 3-ші қатысушысы сөздерді жазады және есеп жүргізеді. Есептеуде теннис шотындағы есеп шот қолданылады, немесе әрбір қатысушысы сөз таба алмаған кезде 1 балл беріледі. Көрсетілген әдістер сабағыңыздың қызықты өтуіне септігін тигізеді деп сенемін.
осындай әдістер ұнайтын болса видеоға лайк басып каналыма жазылып кетіңіз.